Сәлеметсіздер ме? Мен 5-ші сынып оқушысы Склярлы Дана. Мен қоқысты сұрыптау акциясы бойынша қоқысты сұрыптау жайлы біраз мәлімет айтатын боламын. Қоқысты сұрыптау экологиялық жағдайдың жақсартудың бірден-бір жолы. Біріншіден, қоқысты сұрыптау арқылы экожүйелерді сақтаймыз. Екіншіден, біз макулатура өткізу арқылы қаражат таба аламыз. Үшіншіден, сұрыпталған қоқыс қайта өңделуге жіберіледі. Төртіншіден, қоқыс үйінділері азаяды. Біз отбасымызбен қоқыстың әр түріне арналған жәшіктерге қоқысты сұрыптаймыз. Бірінші жәшік қағаздарға арналған. Мен оған мына қағаздарды саламын. Екінші жәшік пластикалық заттарға арналған. Мен оған мына пластиканы саламын. Үшінші жәшік шыны ыдыстарға арналған. Мен оған мына шыныны саламын. Мен қоршаған ортаны ластаудың алдын алып, өз үйімнің тұрғындарынан хабарландыру беремін. Сіздер де қоқысты сұрыптау арқылы табиғатқа және экологияға өз пайдаларыңызды тигізе аласыздар. Назарларыңызға рахмет.